Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырып АЕСП есептеу 2024 жыл бойынша және қалай тапсырылады, сол бойынша айтатын боламыз. Осыда басқа да мәліметтер сіздерді қызықтыратын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Енді 2024 жылғы жаңа кішкене болсын өзгеріс бар АЕСП бойынша. Бұл бізде 43 мың теңгеге жоғарылау, яғни күнкөріс деңгейінің төменгі шегі бізде 43 мың теңгеге жоғарылады. 2023 жылғы есептеу бойынша бізде 41 мың теңге болған болатын, ал биыл 43 мың теңге, яғни 2 мың теңге қосылды. Жалпы АЕСП дегеніміз не? Бұл жағдайы төмен отбасыларға берілетін мемлекет тарапынан әлеуметтік көмек болып саналады. Ол бізде қалай беріледі? Бізде күнкөріс деңгейінің төменгі шегі 43 мың теңгенің 70%-на жетпейтін сумманы мемлекет толықтырып отырады. Бұл дегеніміз қалай? 30 мың теңгеден, яғни 30 мың теңгені отбасындағы адам басына шаққан кезде жеткіліксіз болса, онда отбасы сіздерге мемлекет сол жетпейтін сумманы толықтырып отырады. Енді бұны толықтай түсіну үшін қалай болады? Мысалы ретінде мен қарапайым отбасыларға қазір сіздерге есептеп көрсететін боламын. Мінекей қараңыздар. Отбасыда ері және әйелі және кәмелетке толмаған 3 баласы бар. Жалпы 5 адам, бұл отбасыда. Әйелі жұмыссыз, ал күйеуінің айлық табысы, мысалы ретінде айтатын болсақ, 85 мың теңге. Бұл отбасыға әйелі жұмыссыз, 3 баласынан 3 баласы мектеп оқиды, яғни кәмелетке әлі толмаған. Жалпы бұл отбасыға 85 мың теңге ғана табыс көзі түсіп отырады. Енді осы отбасыға АЕСП шыға ма, шықпай ма, соны мен сіздерге есептеп көрсететін болам. Біз 85 мың теңгені 5 адамға бөліп тастаймыз. 5 адам басына шағып тастаймыз. Бұл бізде 17 мың теңге шығып тұр. Енді осы 17 мың теңгені табыс көзінің төменгі шегі бізде 70%-ын құрайтын 30 мың 100 теңгеге бөлеміз. Бөлгенде бізде 13 мың 100 теңге шығады. Осы 13 мың 100 теңгені 5 адамға көбейтеміз. Бізде 65 мың 500 теңге шықты. 65 мың 500 теңгені 3 айға көбейтіп, сіз 3 ай сайын осы отбасы 196 мың 500 теңге алып отыратын болады. Бұл АЕСП бізде 3 ай сайын беріледі, сондықтан 3 айға көбейтіп жатырмыз. Осылай алатын болады. Енді сіздер қалай аласыздар, қалай болады? Мына жақта жалақысын өзгертесіздер, адам санын өзгертесіздер, сол бойынша өздеріңізді отбасыларыңызды қойып есептеп көрулеріңізге болады. Енді кішкене ғана жағдайды өзгертіп, екінші мысалға келтіреміз. Тура осындай отбасы, адам саны 5, бірақ бұл жерде кішкене ғана өзгеріс. Әйел адам декреттік демалыста, баласы 1 жасқа толмаған, ал күйеуінің айлық табысы 21 мың теңге. Ал декреттік төлем, мысалы үшін бізде ең төменгі декреттік төлем бойынша 21 мың теңге болады. Егер де сізде қанша теңге алып отырсыз декреттік төлем бойынша, соны жазып есептейсіз. Енді осы отбасыға АЕСП шыға ма және қанша теңге шығады, соны есептейміз. Біз 85 мың, бұл отбасыға 85 мың және 21 мың теңге. Екеуі қосқанда 106 мың теңге табыс түсіп отыр. Енді осы 106 мың теңге табысты біз 5 адамға бөлеміз. 5 адамға бөлгенде бізде 21 мың 200 теңге шығады екен. Бізде төменгі шегінен алып тастаймыз, яғни 70%-дан алып тастаған, бізде 70%-ы 30 мың 100 теңгеден 21 мың 200 теңгені алып тастағанда 8 мың 900 теңге. 8 мың 900 теңгені 5-ке көбейтеміз. 5-ке көбейткенде бізде 44 мың 500 теңге шықты. Осы 44 мың 500 теңгені мемлекет сіздерге 3 ай сайын беріп отырады. 3 айда бізде 133 мың 500 теңгеден алып отыратын болады. Бұл отбасы осылай 133 мың 500 теңгені 3 ай сайын алып отырады. Және қалай тапсыру жолы айтатын боламыз. Бізде өздеріңіз отбасыларыңыздың керекті құжаттарын барлығын дайындап, соны арқылы тапсыруыңызға болады. Немесе сіздерде де ноутбук немесе компьютер болатын болса, e-gov арқылы үйден шықпай оңай тапсырып алуыңызға болады.